Сәлем достар, каналыма қош келіпсіздер. Сіздермен Наргиза. Мен бүгін сіздерге ұзын пекинский капустанан әдемі шымши тұздау әдісім білен бөліспекшімін. Менімен бірге болыңыздар. Бізге дәл осындай видеодағыдай ұзын капуста керек болады. Оның сыртын керек емес жерлерін алып, тазалап, сосын үлкен ыдысымызға әдемілеп жайластырамыз турап-турап. Мен бұл жерде 14 кг капустамы тұздадым. 14 кг капустамыз 6 бас болды. Ал ішінде де осындай керек емес жерлері шығар екен, оларды да алып тазалап, сосын ыдысымызға саламыз. Капусталарымызды осылай кесуден алдын 1 кг тұзымызға 2 литр қайнаған суымызға тұзымызды салып, жақсылап ертіп дайындап аламыз. Ал ол суымыз суы керек, суығаннан соң керегінше мұздай суларды қосып, жақсылап араластырып, шор тақ қыламыз. О суымыз қанша шор болса, капусталарымыз сонша тез өледі. Сосын шелектерімізге, салбаған капустамызды салбаған ыдыстарымызға сол тұзды суымызды құямыз. Осы жерде айта кетедіған мәлімет болып тұр. Мен тұз суды көрбастар басқа мұздай сулармен араластырып, астындағы тұзын алып қалып жатырмын. Астындағы тұзы капустаға түспеу керек. Егер капустаға астындағы тұзы да түсіп кетедіған болса, капустамызды шірітеді. Сондықтан тек қана суыны құямыз, шор суыны. Ал тұзыны есе алып қалып ертіп қайттан құйсаңыздар болады. Ерімеген тұзды сол бойы салуға болмайды. Тұздап, жақсылап, тұзды суға капусталарымызды бұқтырып, үстінен ауыр затты қойып, жақсы әдемілеп бұқтырып қоямыз. Ол бізде 3 күн әлі 4 күн тұрады. Менде 3 күн тұрды, бүгін 4-ші күн. Ал енді 4-ші күн мен ішіне жағадыған, дәм бередіған әшшілерін дайындауға түстім. Ол үшін бізге 1 бас укроп, 1 кг әшші қалампырды мясорубкадан шығарып істесеңіздер болады. И 3 бас чеснок. 3 бас чеснокты үстіп ірі қылып турап аласыздар. Сосын табағымызға 1 литр су қойып, үстіне 1 бау укропымызды салып, әшшімізді саламыз. Әшшіміз где-то жарты килоша кетті. Мясорубкадан шығарып, ішіне тұзыны салып, реттеп аламыз. Тұз онша көп салмасаңыздар да болады. Шымшидің өзінің тұзы жетеді. Осылай жақсылап дайындап аламыз. Үстіне азырақ керегінше су қойып, тұзға бұқтырып қойған капусталарымызды алып, осы әшші суымызға батырып, жақсылап жағып, басқа ыдысқа саламыз. Мінекей, осылай әдемілеп, бір текстеп әшшілерімізді жағып шығамыз. Ал бұл басқа ыдысқа әшшілерімізді жағылған шымшиімізге енді тек қана тұз қосылмаған, тұзсыз қайнатылып, суытылған судан құйсаңыздар, ертең суында іше берсеңіздер болады. Сондықтан мен мына жаққа қайнатып, суытып алған суымнан құямын қазір. Оған тұз салмаймын. Шымши өзіне тартып алған тұзы жетеді. Ал бұған да тұз саладыған болсақ, әшші болып кетеді. Сондықтан тұз салмастан кәдімгі суды, мұздай судан құйсаңыздар да болады, қайнатып, суытып құйсаңыздар да болады. Ал мен қайнатып, суытып қойдым. Балдар суында ішкенді жақсы көреді сондықтан. Ал шымшиіміз осылай дайын болды. Кешкі дастарханымызға қалаған тамақтарыңызбен тартып, кесіп, апарып жей берсеңіздер болады. Ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздер де шымши жасайсыздар ма, әлде капустадан жасайсыздар ма? Біздікілер капустаға қарағанда осылай шымшимен жасағанды ұнатады.